психологияны тыңдаған дұрыс па, уағыз тыңдаған дұрыс па? Психология дұрыс па, уағыз дұрыс па дейсіз ба? Уағыздың да иесі дұрыс болу керек, айтылатын адам, жеткізе алатын адам болу керек. Екіншісі, психологияда сондай мама. Қазір соңғы уақыт психологпын деп көп адамдар маған қайырып бастады. Көп психологтар, әсіресе жас кәмелетке толмаған балаларға психология, мектеп жасындағы студенттерден психологияға шақырып, сен тәуелсіз ұлсың, сен өзің осылай болу керексің, әкеңе сен осылай айт, әкеңдікі дұрыс емес деген сияқты сөздерді айтып, сен өзіңде де мнение бар, сен өзің болу керексің, сенде бір самостоятельный ой болу керек деп мотивация беретіндер, қияметте Алланың алдында жауап бересіз. Біріңіз, біздің балаларымызға мотивация емес, біздің балаларымызға ата-ана сыйлау тәрбиесі керек. Сен оны ата-анадан бұздың, өзіне жасқа жетпей тұрып, заңды да бұздың, баланың өмірінде талқан шығардың. Құдайым айландырып тұрып, сенің балаңды сондай қылады. Өзі психологқа барған кезде, құрметті ардақтылар, психологтың мына түріне қарау керек та. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көрдім деген адамның дейді, мына түріне қара дейді. Пайғамбардан бір нәрсе бар ма, мына киімінде, бойында, түрінде, аузында, сөзінде? Алкаш біреуге пайғамбарды көрдім десе, не істейсің? Ілесесіз бе соған? Сол сияқты психолог өзі саған бағыңды ашам дейді, өзі күйеуге жармаған, өзі 14 әйел жіберген, немесе не баласына тәрбие бере алмаған, қаңғып жүрген біреу болса, соған барып, содан не тәрбие алмақшысыз? Содан қандай тәрбие үйренбекшісіз? Сондықтан да ана қазір интернет дегенде бар, өз кімнің қанша баласы бар, байы жоқ, басқасын бәрі белгілі. Сондықтан айтпақ болған, бұл нәрсеге қарап көресіз. Сізге қаншалықты оның қажеті бар, қаншалықты ол кім, қандай сізге пайда бере алады, қандай адам екен, содан ғана білесіз. Әйтпесе ол сөйлей береді. Мен осындаймын, біреудем деген далбасламасын. Сізге ең психолог ол ата-аналарыңыз. Ата-анадан асқан психолог таппайсыздар. Ата-анаңның айналып жер бетіндегі басқа психологқа барсаң, сүмірейіп қаласың. Құдай сол психологтан түбіңе сол психолог жетеді. Жер бетінде сені ең жақсы көретін имам емес, молда емес, ешкім емес, сені ең жақсы көрген ата-анаң. Саған бақытты өзінен жоғары тілеген адам ата-анаң. Сондықтан ата-анаңнан артық адамға бармаңыздар. Тірі болса, жоқ болса, әлбетте Құдайға жығылыңыз. Бірақ аты жоқ, жөн жоқ, сен самостоятельныйсың деп жап-жас балалардың басын қатырып, маған білесіздер ме қанша ата-ана қайырылып бастады қазір осыны. Мен есептеймін, менің пікірімде біздің заң жүзінде психологияға осыған байланысты біраз тоқтам керек. Қазір анау хиджабпен алысып, сақалдармен алысып кетті ғой, тура сол сияқты қоғамды құртқан лудомания сияқты осы нәрсені біраз заңдастыру керек. Алдыңа алып, отырғызып алып, сабақ жүргізу қандай нәрсе ол? Отбасын бұзу бар бұл жерде түбінде. Әйелдер психолог қуалайтын болдыңыздар. Психологтар, сен өзің самостоятельный. Сонда күйеуші, отбасы, ата-аналарымыз кеше ғана мен жаңа медиа форумына барып қатысып, сол жерде әңгіме болды, анау балаларға сексологиядан сабақ береміз бе, бермейміз бе деп. Міне қайда жеттік біз. Сол үшін ардақтылар, сіздер ата-анаңызбен кеңесіңіздер. Ағайын туған туыс бар, бізде ел бар. Біз қабырғалы қазақ деген ел боламыз. Біздің туыстарымыз бар. Осындай болыңыздар. Сондай адамдарға қайырылудың қажет жоқ. Әдемі 4 сурет салып қойса, машина сатып алған, мен де сондай успешный боламын, бола алмайсың. Құдай әркімге өзіне берген. Сен одан да зор боласың. Сен ондай бола алмайсың. Сен одан зорысың. Сен бақыттысың. Саған ешқандай психолог керек жоқ. Сен психологияның өзіңде, Алланы танудан артық психология жоқ. Психология ол адамдікі, Фрейд, мына жақтағы біреулердің қосқаны. Ал Аллаға деген уағыз тыңдайын ба деген, әлбетте ата-ананы тыңдау. Аллаға алып келетін ұлы нәрсені тыңда. Қияметтің күні Алланың алдына барғанда бәріміз мен психологпен келмейміз, Алланың ақиқатымен келесіз. Сондықтан да ардақтыларым, кішкене дұрыс нәрсеге қараңыздар. Әлбетте бір адамға да байланбаңыздар содан кейін. Баланы бір нәрсе болса психологқа, сіз анасыз, сіз әкесіз, сіз бауырсыз. Сізден артық психолог жоқ жер бетінде. Мына психологқа барып қызығам деп жүргендер айтып жатырмын.